Халқымыздың ежелден құт береке тараған ақындар мен батырлардың мекені, Жетісудың перзенті Ильяс Жансүгіров. Ильяс Жансүгіров 1894 жылы 5 мамырда Ақсу ауданында дүние есігін ашқан. Қазақтың бір туар ұлы ақыны Ильяс жастайынан білімге құштар болған. Алғашында өз әкесінен, кейін ауыл молдаларынан сауат ашып, Қарағаш ауылында жәдитше бастауыш мектепті бітірді. 1919 жылы Ташкентте 2 жылдық мұғалімдік курсқа түсіп, оқуын бітірген соң өз ауылында мұғалім болып, кейін тілші газетіне қызмет атқарды. 1925-1928 жылдары журналистика институтында білім алып, оқуын аяқтаған соң еңбекші қазақ газетіне қызметке жіберілді. Жансүгіров шығармашылық жұмыспен қатар Қазақстан жазушылар одағын ұйымдастыру ісіне де белсене қатысты. 1932 жылы жазушылар одағын ұйымдастыру комиссиясының төрағасы болып қызмет атқарып, 1934 жылы Қазақстан жазушылар одағының алғашқы төрағасы болып сайланды. Ильяс поэзияның сан қырын меңгеріп, алуан түрлі тақырыптарға қалам тартқан жан-жақты ақын. Жансүгіров өлең жазуды 1912 жылы бастаған. Шығармаларының бастау алар арнасы қазақ халқының бай ауыз әдебиеті, абай поэзиясы, орыс және дүниежүзі әдебиетінің озық үлгілері. Оның шығармалары сан салалы, көп қырлы. Жансүгіров халықтың бай фольклорын жинауға, оның озық үлгілерін халық игілігіне айналдыруға, басылып кітап болып шығуына үлкен үлес қосқан. Олардың озық үлгілерін өзі жазған мектеп оқулықтары мен хрестоматияларын енгізіп, мектеп оқушыларының халықтық тарихынан, өткен өмірінен хабардар болуына зер салған. Жансүгіров әдебиет сынына дағдыласып, әдеби көркем сын жанрының дамуына атсалысты. Ол Пушкиннің, Лермонтовтың, Некрасовтың, Максим Горькийдің, Генрих Гейне мен Виктор Гюгоның, Тоқайдың, Лахутидің шығармаларын қазақ тіліне аударып, қазақ әдебиетінің әлем әдебиетімен байланысын кеңейтті. 1936 жылы Пушкиннің 100 жылдығына Евгений Онегин роман аударып, өзінің кітабын енгізген. Ильястың қазақ балалар әдебиетінің іргетасын қалауға негіз болған батырлар жыры, ертегілер, мысалдар, шешендік сөздер, өтіріктер, жұмбақтар, тұрмыс салт жырлары, айтыс, ауыз әдебиетінің басқа да нұсқалары бар еді. Атақты қырғы өтірікті қағазға түсіріп, өтірік деген атпен 1927 жылы басып шығарған да осы Ильяс. Балаларды ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеуге күш салып, және соған лайықты шынайы көркем туындылар жасады. Сәбилердің, жас жеткіншектердің рухани деңгейін көтеретін, қиялын шарықтататын жігерлі де жасампаз шығармаларды дүниеге алып келді. Ол балалар әдебиетінің ілгері дамуына өз ықпалын тигізді. Балаларға арналған өлеңдері кеңістігі кең, үлкен, қызықты, тамаша, әсем әлем. Осы әсем әлемнің әдебін айшықтап, кеңістігін кеңейте түсуге қазақ поэзиясының құлагерінің қосқан үлесі салмақты. Құлагер поэмасы 1936 жылдың қараша айында социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінің бірнеше сандарында жарияланады. Бұл ақынның эпикалық жырларының ең соңғысы және поэзиясының ең биік шыңы. Поэма қазақтың дарынды әншісі ахан серінің өмірін трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері, оң қолынан өнер тамған шебер ақын Ильяс Жансүгіровті халық ешқашан ұмытпақ емес. Дауылды жылдардың тартысты тіршілігі 1937 жылдың тамыз айында Ильяс Жансүгіровті саяси қуғын-сүргін құрбан ретінде тұтқындалды. Қазақ поэзиясының өрен жүйрігі, ақындықтың құлагері атанған Ильяс жазықсыз 1938 жылы шабыт шарықтап тұрған шағы 44 жасында ату жазасына кесілді. Нақақтан нақақ атылған Ильяс Жансүгіровтің ақталғаны 1957 жылы 4 сәуірде жария болды.
небәрі 44 жылдық өмірінде қазақ әдебиеті төріне өшпес із қалдырған құлагер Ілияс Жансүгіровтің тарам-тарам тағдыр жолы бүгінде біз үшін тарих.